қарызын берем деген уақытысына бермеді. 6 ай күтіп сосын қайтар деп жазып жібергем. Сол ақша саған садақа болсын, бала шағамның атынан деп бұлданып жазып жіберіпті. Осыған ойыңыз дейді. Негізі қазір сондай болып тұр. Қарыз алатын кезде күшті сөздерді айтады. Жақсы уәделерді береді. Қарыз алған кезде аяғынан сүйуге дайын болады. Сіз деп сөйлейді. Үйіп төгіп уәде береді. Қарыз беретін күні осындай ақылға қолмен беріп, аяғымен алып, немесе жексұрын болатын күніміз бар. Бұл не деген сөз? Бұл мұсылманның өлімі деген сөз. Ешқандай, орысша айтқанда, оправдание ақталу жүрмейді қарызға. Құрандағы ең ұзын аят қарыз туралы келген. Намаз туралы емес, ораза туралы емес, білмеймін, Құдайға деген сенім туралы емес, Құдайдың жалғыздығы таухид туралы емес, пайғамбар туралы емес, қарыз туралы келген. Ең ұзын аят. Почти бір бетті қамтиды. Не деген сөз? Бұл аса маңызды дүние деген сөз. Оны айтқан біз, қарыз бабына кірсеңіздер, алашақ пен берешек деп Google'дан терсеңіздер, мен жазған бірнеше жыл бұрынғы мақалам бар. Қабірде өлген адамның табытына жабысып, қабірін барып жұлып, сен маған қарызсың деген, бұл жақсы нәрсе емес. Бірақ өкінішке орай біз соған жетіп қалдық қазір. Енді қарызды ең жақсысы шамаңыз жетсе кешіру керек, шамаңыз жетсе. Бірақ бұл мынандай түсінік бар. Мән ахада амуалан нас деген хадис бар. Кімде-кім қарыз алса дейді адамдардан. Бірақ қарыз алған кезде ниеті құтылу болса, бір әйтеуір қиналдықпен жетіскеннен алған жоқ, бір мұқтаждықпен алса, кейін сол қарызды беретін кезде, ей, қойшы, міне деп жаман сөз айтса, ниеті дұрыс болмаса, Алла тағала сол қарызды жақсы ниетпен алса, қарыздың Құдай жәрдем беріп жабады дейді. Егер қарыз алған кезде жаңағы әні берем, міне берем деп алдап, арбап, неше түрлі сөзді айтып, қитұрқылықпен алса, итлафахулла, Алла оны қарыздан қарызға тығып жібереді дейді. Қазір көп адам қарыздан құтыла алмай жүрміз дегендер, осыны біраз қарап көріңіздер. Сіздің сол бір қарыз алғандағы ниетіңіз дұрысталмаған. Сондықтан сол қарыздың бодауынан шыға алмай жүруіңіздің де себебі осыда.